Бұл Петропавлдағы көмір қоймаларының бірі. Мұнда таңертеңнен кеш батқанға дейін ұзын сонар кезек. Тұрғындар мұнда ерте келсе де көбі үйлеріне бос қайтады екен. Соның өзінде олар қара отын бәрімізге жетіп қалар деген үмітпен өз кезеңін соңына дейін күтетін көрінеді. Міне түні бойы уже бір ай көмір ала алмай жүргелі. Таңертең 5-тен тұрмыз өшіретті. Әлі жете ме жетпей ме бір Құдай біледі. Уже 2 айға кетті міне. Келем, то 5-і, то 10-і дейді. Келесің мұнда постоянно мәшелеп өшірет өз өнікі. Мұнда сейтінде, қалағата сейтінде сол. Жай халыққа көмір жоқ. Көмір алу үшін облыстың шалғай ауылдарынан келетіндердің қарасы қалың. Сөздерінше, қара отынды ауылға апарып сататын делдалдар тоннасына 22-25 мың сұрайды. Мұндай бағаны қарапайым халықтың қалтасы көтермейтіндіктен олар апталап, айлап Петропавлдағы көмір қоймаларының есігін аңдиды екен. Люди в деревнях берут. Ауылдағы адамдар көмірді 22 мыңға да 25 мыңға да алып жүр. Себебі жағатын көмір жоқ. Сол үшін қалаға да қара отын жетпей отыр. Кішкентай балалар, әйелдер қоңырау шалып, тоңып отырмыз деп жылайды. Жағатын көміріміз жоқ. Отын бітейін деп жатыр. Үйде жылыта алмай отырмыз дейді. Ал мұнда бизнес жүріп жатыр. 2 ай бойы көмір ала алмаған тұрғындар қоймадағы жағдайды осылай сипаттады. Сөздерінше жүк көліктері келіп, қоймадағы қара отынның тең жартысын тиеп әкетеді екен. Ал қарапайым халық құралақан отырмыз деп ашулы. Дегенмен қойма әкімшілігі бұл жағдайды реттеп береміз деп уәде етті. Районнан көп келіп жатыр. Райондардағы тупиктерден алмайды, осында келеді. Содан кейін көбейіп жатыр. Каждый халыққа енді келгеннен кейін бәріне біреу 40 тонна әкетеді, или 100 тонна әкетеді. Қазір келген кісі басына 5 тоннадан 5-6 тоннадан береміз. 5-6 тонна, одан артық емес. Бала шағасы бар, үйінде кішкентай балаларымыз бар, тоңып батырмыз деп, енді бәріне жету үшін айттық 5-6 тоннадан жібереміз кісі басына. Әкімдіктегілер болса, облыс тұрғындарының 94% көмірмен қамтылған деп сендірді. Кейбір вагондардың кешігуіне байланысты уақытша көмір тапшылығы орын алған дейді. Бүгінгі күні облысқа Майқұбаның 14, Қаражыра көмірінің 14 вагон әкеліпті. Ал келесі апта тағы 10 вагон көмір әкелінеді екен. Алина Сабырқызы, Жұлдызбек Ермұқанов, Первый Северный телеарнасы.